Баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Енді әулетке, шаңыраққа Құдай қонақ келіп жатыр. Танысайық, қай елден, қай әулеттен, не себепті келіп жатыр, кімге келіп жатыр, қай шаңыраққа келіп жатыр, қай ауылға келіп жатыр, өздеріңіз таныстырып айта кетіңіздер. Жастаған таза әулетінен келіп жатырмыз. Атым Мақсат, Бақтығали деген құраларының ағасымын. Сіздерде қыз бар, біздерде ұл бар деп, осы екі жастың болашақта осы жақсы жанұя құрамыз деген оймен сіздің ауылға келіп жатқан жайымыз бар. Қасымдағы енді інім Қайрат, келінім Бағдагүл. Мынау күйеу балам Амантай деген, Жазира деген қызымыздың жолдасы, Сәния деген апамыз, Салиха деген қарындасым, Жанат деген осы Дәулеттің анасы. Осы мұна Анаргүл деген нағашы жеңгесі Дәулеттің. Осында бір азғантай құраммен келіп жатырмыз. Кімнің әулетіне келіп жатсыздар? Шеркештің әулетіне келіп жатқан жағдайымыз бар. Кәтене қосын деп жатыр. Дұрыс. Баланың нағашы Алаша, өзіміз Астаман таза әулетінеміз. Осы негізі Құлсарылық, Жылойлықпыз. 5-ші ауылдан. Енді Жастава деген ауыл, үлкен ауыл ғой. Әулетте қанша ағайындысыздар? Әулетте шүкір бармыз, оны. Қош келдіңіздер. Құдай қонақтар, келген қадамдарыңыз сауапқа жазылсын. Енді төрде отырған біздің ауылдың, Катине ауылының, Қосым ауылының, 12 ата бай ауылының үлкені. Келген Құдай қонақтарыңызға бір-екі ауыз өздеріңіздің лебіздеріңізді білдіріңіздер. Сендіғали енім осындай бір тапсырма беріп еді, енді мен бастап сөйлейін енді. Ал құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Шаруаларыңызды айтып отырыңыздар деген әңгіме айтып еді, оның жаңағында асаба жігіті өзі бастап айтты ғой енді. Енді сіздер Құдай қонақ болдыңыз деп келсеңіздер де, күтулі қонақ екендеріңізді байқап отқандар шығарсыздар. Ал қадамдарыңызға гүл бітсін. Енді жаңа мына бастап осы делегацияның бастығы жігіт енді қазір құда деп айтсақ болады, әңгімесін ашып айтты ғой енді. Оны енді мәймөңкелеп жасыратын ештеңе жоқ. Ең бастысы біздерге балдар бақытты болсын деп тілейміз. Қадамдарыңызға гүл бітсін, ағайындығымыз ұзағынан болсын. Қош келдіңіздер. Бұрыннан таныс адамдар екенсіздер.
Сол енді, ал қош келдіңіздер деп енді басқа шаруаларын енді айта жоспарларыңызды айта беріңіздер. Тағы бар ма үлкендер жағынан сөйлейтін? Онда сәндіғали келіңіз. Бір-екі ауыз. Аға. Сіздердің болашақ нағыз құдаларыңыз Сәндіғали деген жолдасы Айнагүл. Айнаш. Бұл кісі Катине қосын болса, жолдасы Жауғашты. Менің нағашы апам. Ал енді қош келдіңіздер барлықтарыңыз да. Біздерге осындай енді 1-2 ай, 2-3 ай тұрысында осындай қонақ келеді, осындай кетем дегесін қызымызда енді 25-ке келгеніңіз енді. Ұқсатымызды беріп бүгінгі тойға істеп отырған болды. Айнаш күшті болып сөйлейді ғой. Айнаш сөйле. Жоқ, сән Құдаларыңыздың үлкен ағасы. Қонақтар енді қош келдіңіздер енді. Мейрамғали деген. Адамдарыңызға гүл бітсін, естіп отыр енді. Дастарға салу рәсімі деп не. Енді бастысы енді балдарымыз бақытты болсын, ұзағынан болсын. Әмин. Аман жүрек бәрімізде. Той болсын бәрімізде ауылымызда. Қуаныш құтты болсын енді. Әмин, рахмет. Келген құдай қонақтарымыздың қадамы құтты болсын, бір қол соғып қошемет көрсетіп қойып болады. Тағзым жастар деген ауылға. Енді Сәндіғали көке қуаныш құтты болсын, құрмақ оңынан болсын, қызымыз бақытты болсын, Алла бұйыртса. Негізі мен енді жүре бара ағайын болғасы көресіңдер ғой енді. Бірақ сөйлейтін адаммын, жақсылап тұрып ағайын тумаларын біледі ғой. Бірақ енді менде 5 қыз емес, жалғыз қыз болғасы кішкене босап тұрғаным ғой, құдағайлар енді. Құда сөз сөйлей сала жылап қалып демеңдер. Сөйлейм әлде де бәленбай 100 жыл құда боламыз, менің сөйлеген сөзімді талай көрерсіздер. Аман болай, жастар бақытты болсын бәрі. Енді сіздің көзіңізге қараған кезде папа өз сіз құда деп өз атты қойдыңыз. Сонда өз құда болдық қой. Енді құда деп оны жаңа бір ағамыз айтты ғой енді. Біз өзіміз согласие бергесін, осындай күні сырға салып алып кетесіз дегесін. Енді құда демей, құда демейді. Онда тойымыздың төріне ойыпты орын алған жастабан талдауына келген құдаларымызға, құдағайларымызға, құдашаларымызға бір қол соғып жүруге болады. Енді мән-жай бәрі түсінікті. Үлкендеріміз, ақсақалдар, шаңырақтың иесі Сәндіғали әкем, Мейрамғали көкеміз өздерінің рұқсатын берді. Ендігі бұл жерде ер азаматтар босатсын. Бірінші аға ұсып аламыз. Бірінші аға ұсып аламыз. Сосын сізде көршімін, іргелес. Ағайдың кемпірмін, таздан қызымын. Анадыңда таз ауырын. Ақын аз демеңдер, таздың ақын жетеді. Таздың ақын. Аман болыңдар. Екі жас бақытты болсын айналайын. Апа, мен де тазмын, бұл кісілер жастабан болса үлкенімен шарғамын. Жоқ, құмандойшы маған.
келіп жатырмыз Таз ауылынан. Енді біздердің сіздерге құрметтеріміз. Енді бірінші біздер үлкен өз үйінен бастайық. Өз үйіне кілеміміз бар. Демек тартады көрсетіп қойды ғой. Айта бер бабы. Осы үйдегі құда-құдағайымызға төрге қарай азғана сый-сияпат. Айнагүл анама шапан кигізді, бір қол соғып қошемет көрсетіп қойды, қадірлі қымбатты ағайын. Жауларыңыз кіргемесін деп, ақ жауып құдамызға Бабымды шақырып жүр, Ақжол. Сәндіғали әкемізге де шапан деп жатыр, бір қол соғып қошемет көрсетіп қойық, заманауи. Қатар сұлақ кісілер наурызға дайын ғой, бұйырса 22-ші наурызға. Папым қайда? Папа, келіңіз. Соған байланысты құдаларыңыз сізге шапан кигізіп жатыр, заманауи. мам екеуіңізге. Құтты болсын, игілікке келіңіз. Немереңіздің тойына киюге Алла нәсіп етсін. Қол соғып қошемет көрсетіп қойық, Катиния ұлы. О, міне, әдемі. Фотоға түсіп жүрейді. Папа, мама, Ипанға қарай қой. Ақылбек, Хамбит фотостудио. Al түсірің, қандай бар ма? Сәнде ғана кіші қолға. Осы үйдегі аға жеңгесіне де сый-сияпатымыз бар. Және де кішкентай бүлдіршіндерімізге. Аға жеңгесі Ақжол герой мен Гауһар шақырайық. Ақжол қайда? Енді Ақжол табылмай қалды. Ой Алла. Бар ма Ақжол? Ақжол кел. Ақжолға бір шапалақ қошемет құрмет бар ма? Мен досыма бір қол соғып жүріңдер. Сәндіғали әкеміздің ұлы. Ақжол шаңырақтың үлкен келіні Гауһар. Сіздерге де құтты болсын. О, Ақжол осындай шапандарды жақсы көреді ол өзі. Дәл. Құтты болсын. Қойға келді. Размерді қайда болған білмеймін, оны өзің сұрарсың күйеу баларына. Кішкентай бүлдіршіндерімізге. Әдемі. Еще үйдегі кішкентай балдарымызға. Жауған, жақсы ол қысқа ештеңе емес. Ендігі біз дәмнен ауыз теңіздер көпшілікке тарататын дәміміз бар, және де үйге, мына жерде үлкен үйіне кілеміміз. Мына құда бала қайда, жігіт жолдас. Сосын ағашысына кілеміміз. Үлкен ма? Нағашты үлкен айтып бердіңдер, айтпас. Иә, үлкен үйге нағашысынан. Қоржыннан ал. Қоя берің, балдар бар. Сіздерге қоржынымыз, және де мынау көпшілікке дәміміз. Ай, жылы ет қайда? Сосын? Мынау да көпшілікке. Найс. Мен жалда болған жақсыздар, мынау өзінің үй ішіне дәмін. Үй ішіне дәмін. Енді құрметті көпшілік, бүгінгі қуанышымыз құтты болсын, ұзағынан болсын дегім келеді. Енді біздің келген шаруамыз қызға сырға салу. Енді сіздердің рұқсаттарыңызбен сырға салсақ дейміз. Қошемет, құрмет, адақты ағайын. Гүлзада қызымызға, қандасымызға сырға салу рәсіміне кезек береміз. Так. Болды ма? Сіздердің жақтан. Ал.
Ал қызымызды тамаша ән шашуымен ортаға алып келетін Ош Шаңырақтың туған құдашасы, Ақжол досының туған балдызы Олсерік құдашамызға кезек береміз. Тамаша әніменен өзінің құдашасын ортаға алып келеді. Қош жеңгесімен бірге. Ал өздеріңіздің әдемі тілектеріңізді білдіре беріңіздер. Құрметті құдалар, қош келіп жатырмыз. Bir баламыз, екі бала болып жатырмыз. Қадамдарымыз оң болсын. Мына ақ келініме енді басына үкісін тағуға рұқсат етіңдер. Алтыннан сырға тағылар, алтындай таза болсын деп. Бақытты әрі сымбатты әулетке келім болсын деп. Гауһардан сырға тағылар, сезімі таза болсын деп. Оң қолыммен тағайын, өзіме жақын болсын деп. Құлағына ешкім сықырламасын. Пытается.